Сәлем достар, 400 МРП грантына қатысу үшін ең алдымен не істеуіміз керек? Ең алдымен неден бастаймыз? Ең алдымен сіздер әлеуметтік топтың қай тобына жатасыз? Шарттары бар өзінің. Соның қай тобына жатасыз? Сіз шарттарына келесіз бе, келмейсіз бе, соны тексеру керек. Оны сіз өзіңіз оқып шығып, немесе YouTube каналдардан қарап шығып көрсеңіз болады, әлеуметтік топтар санаттарын. Немесе сразу тексере салсаңыз болады. Мысалы, еңбек бизнес KZ сайтына кіресіз. Осы жерден ең алдымен осы жерде регистрациядан өтесіз. Регистрация жасайсыз. Менде уже регистрация жасап қойғам, мен сразу кіремін. Міне войти, міне осы жерден регистрация дегенді басып, регистрация жасайсыз. Почтаңызбен жасасаңыз болады, немесе телефон номеріңізді жазасыз, ұмытып қалмайтын пароль жазасыз. Сөйтіп кіресіз. Логин парольді жазып болғаннан кейін осылай кіреді. Кіргеннен кейін мұнда осы адам значогын басамыз, сосын мой кабинет дегенге кіреміз. Осы жерде осылай кіреді. Кіргеннен кейін сіз өзіңіздің проверка статуса деп өзіңіздің статусыңызды тексересіз. Сосын бұл статус тексеру, бұл сертификат алу үшін. Бірінші очередте сіз сертификатыңыз дайын болу керек. Сосын сертификатыңыз дайын болғаннан кейін мұнда бизнес планның үлгісін алып, соған қарай бизнес план жазасыз. Бизнес планыңыз дайын болған кезде, келесі поток ашылған кезде, сол кезде поток ашық кезде ғана тексере аласыз. Проверка статуса грантқа деген осы жерден тағы да тексересіз. Тексеріп болғаннан кейін мына жерден бизнес планыңызды тіркейсіз. Сосын заявка жібересіз. Болды. Заявка жібергеннен кейін сізге телефон номеріңізге хабарлама келеді, қай жерге, қай уақытта қорғауға бару керек екендігі. Ол үшін телефон номеріңізге сообщение келу үшін мұнда телефон деген жерге обязательно өз номеріңізді жазып қойғаныңыз дұрыс. Проверка статуса басамыз. Міне сіздердің айтып жатқан топ бірінші категорияда. Сіз жұмысыңыз бар ма, жоқ па, сіз безработныйсыз ба? Безработный болсаңыз тіркелуіңіз керек. Жұмыспен қамту орталығына жұмыссызбын деп тіркелуіңіз керек. Немесе 3 жылдан аспаған ИП-іңіз бар ма? Немесе БЖТ дейді ғой, сондай төлеушісіз ба? Осы үшеуінің біреуіне жатсаңыз, сіз бірінші категориядан өтесіз. Екінші, дополнительные условиялар дейді. Сіз жұмыс істемеуіңіз керек, трудовой договорыңыз болмау керек. Міне осылары міне. Сіз жұмыссыз болып тіркелген соң 12 айдың соңғы 12 айда жұмысқа шақыртып, оны сіз барма қалсаңыз тоже болмайды. Міне осы тексереді осылардың ішінен сізді. Осылардың ішінен сіз өтсеңіз, жауабы келеді. Ол үшін я согласен тексеруге, мен келісемін тексеруге деп басамыз. Сосын проверить дегенді басамыз. Сосын мұнда шығады, сіз осылардың ешқайсысына жатпайсыз ба? Осыларды оқып шығасыз. Если ол ешқайсысына жатпасаңыз, соңғысын басасыз. Сосын проверить дегенді басамыз. ЭЦП кілтпен растаймыз. Подпис қою үшін біз РСА-ны таңдаймыз. Пароль жазамыз. Кетті. Тексеріс очерд екінші номер дейді. Қазір кішкене күтеміз, бір 5 минут ответ шығады. Міне көп уақыт өткен жоқ, 1-2 минуттың ішінде ответ шықты. Просто оны обновление жасаймыз. Мына жерден
обновление жасаған кезде міне сразу тексерілсе ответі шығады. Мұнда айтып тұр, бизнес бастау курсына жазылыңыз деп. Осы тексеріс өткеннен кейін бизнес бастау курсына жазылу керек. Мұнда тіл таңдайсыз. Біз қазақша тапсырамыз. Өздері Skills еңбек KZ-ге автоматты түрде өткізеді. Міне, жаңағы жазылғаннан кейін осылай автоматты түрде өткізді. Бізде бұл курста міне бірінші модульдің ішінде 4 сабақ, сосын 5-шісі аралық тест тапсырамыз. Міне бір модуль, дәл осындай 12 модуль бар. Әр модульдің ішінде видео сабақтар болады. Әр түрлі, мысалы 7-ші модульде 7 сабақ, 8-ші аралық тест. Осы сабақтарды оқып шығасыз, видеоларын көресіз, сосын аралық тест тапсырасыз. Міне бірінші модульдің бірінші сабағы. Не кірдік, астында текстпен тұрады. Қаласаңыз видеомен осылардың бәрін оқып шығып, мұнда презентациясы бар, дәрістері бар. Міне осыларды оқып шығып, бұл сабақты өткеннен кейін сабақты аяқтап келесіге өтесіз. Келесіге өтпей басқа сабақ ашылмайды. Оның бәрін тапсырып болғаннан кейін қорытынды тест тапсырасыз. Қорытынды тест 3 рет мүмкіндік береді. Үшеуінен де құласаңыз, яғни 70%-ын жинай алмасаңыз, онда курсты басынан бастап оқуға тура келеді. Қайтадан курсқа жазыласыз. Курсты оқып шығу 14 күн уақыт береді. 14 күннің ішінде оқып шығуыңыз керек. Қаласаңыз 2 күн, 1 күннің ішінде де бітіруге болады. Ол өзіңіздің жылдамдығыңызға, тез үйренуіңізге де байланысты, уақыт бөлуіңізге де байланысты. Міне осылай. Егер қорытынды тесттен құлап, мүмкіндіктеріңіз аз қалса, маған хабарлассаңыздар да болады, көмектесемін. Міне қорытынды тестке 1 сағат уақыт береді, 25 сұрақ келеді. Әркімде әр түрлі сұрақтар келеді. Аралық бақылау тесттерін мен YouTube каналыма салып қоямын. Содан қарап, дұрыс ответтерін белгілеп, өздеріңіз тапсырсаңыздар болады. Жалпы ақпарат пайдалы болды десеңіздер, маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау саламатта болыңыздар.